Бәріне сәлем, бүгін сіздермен американдық панкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл видеода мінсіз панкейкті жасаудың фишкаларын айтатын боламын. Іші осылай толығымен піседі, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Панкейктерді жасау үшін бізге керекті құрамның мөлшерін описанияға жазып қалдырдым, сол жерден қарай аласыздар. Ыдысымызға жұмыртқа саламыз және оның үстіне қантты салып, жақсылап екеуін венчикпен араластырамыз. Енді үстіне жылы сүт қосамыз. Толтырып 3 ас қасық сұйық май саламыз. Тағы да араластырып аламыз. Мұнда менде құрғақ ингредиенттер, яғни ұн, қамыр қопсытқыш және тұз, үшеуін өзара ыдыста араластырамыз. Құрғақ қоспаларымызды міндетті түрде електен өткізе отыра қосуымыз керек. Панкейк жасаған кезде бір ескеретін нәрсе, барлығын қосқан кезде граммен және таразының көмегімен өлшеп қосқандарыңыз жөн. Барлығы дұрыс граммен өлшелінуі керек. Бір нәрсе көп не болмаса аз болып қалса, онда панкейктарыңыз дұрыс шықпай қалады. Панкейктарымыздың қамыры дайын, осындай болып шығады. Алдымен пісіретін табамызды жақсылап отта қыздырып аламыз. Қасығымызды қамырдан алған кезде жақсылап жан-жақтарын тазартып, бірақ құямыз. Дәл осылай дәл ортасына мүлдем қозғалтпай ұстап тұрамыз. Блинный пісірген сияқты сковородканы және қасығымызды қозғамаймыз. Панкейктер өте тез піседі. Бастапқы кішкене шариктер шыға бастаған кезде бірден осындай силиконды лопатканың көмегімен айналдырамыз. Асты жағында жақсылап пісіріп аламыз және барлығын дәл солай қайталаймыз. Қалған тағы да ережелерді описанияға жазып қойдым. Міндетті түрде осы ережелер арқылы жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма жазылып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.